Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен үй жағдайында қазанда кәуап пісіреміз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ет, қойдың құйрық майы керек. Барлық рецепті видеоның астына қалдырамын. Етімізді үлкеншелеу қылып тураймыз. Майымызды да осылай үлкендеу қылып тураймыз. Енді паприка, куркума, кориандр, қара бұрыш, дәміне қарай тұз және сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді бетін салафанмен жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Енді алдын ала аршып алған картошкамызды осылай ірілеу қылып тураймыз. Үстіне картошканың приправасын, паприка, кішкене тұз салып, араластырып, қызып тұрған майымызды барлығын салып, араластыра отырып, сарғайғанша қуырамыз. Осындай түске енгенде аламыз. Енді дайын етімізді алып, ағаш таяқшаларға тізіп шығамыз. Неге барлығын тізіп алдық. Енді табамызда етімізді де осылай салып қуырамыз. Келесі бетіне аударып қоямыз. Неге барлық жағын айналдыра отырып қуырып алдық. Енді табамыздан аламыз. Қазанға жаңағы майымыздан кішкене құйып, алдымен картошкамызды, дайын кәуаптарымызды үстіне саламыз. Енді оның үстіне пиязымызды осылай қойып шығамыз. Кішкене су құйып, бетін жауып, 1 сағат баяу отта пісіреміз. Мінекей біздің кәуабымыз дайын. Осындай керемет дәмді болып шықты. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін.